Сабақты бастамас бұрын барлығымыз ортаға жиналып, шаттық шеңберін жасайтын боламыз және мына шумақтағы өлеңді бәріміз бірге хормен айтатын боламыз. Айтайық тек шындықты, жасамайық қулықты, жалқаулықтан арылып, жақсы оқиық сабақты. Жарайсыңдар оқушылар. Олай болса, топқа бөлініп аламыз. Көріп тұрған суреттеріңіз арқылы, суреттерді алу арқылы монитор тобы және принтер тобы болып, екі топқа бірігетін боламыз. Бүгінгі біздің сабағымыз Блум таксономиясы бойынша білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау және бағалау сатылары бойынша жүретін болады. Яғни білімді игеруге бағытталған 6 қадам бойынша жүріп өтетін болады. Ең бірінші сабақты бастамас бұрын үй тапсырмасын пысықтап алайық. Бүгінгі сабағымыз, үй тапсырмамыз, яғни кім жылдам білу. Бұл жерде постер қорғайтын боламыз. Жарайсыңдар оқушылар. Келесі жаңа сабағымызды бастамас бұрын ой қозғау мақсатында жасырылған ұяшықтарды ашу арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбын ашатын боламыз. Барлығымыз олай болса экранға назар аударатын боламыз. Компьютерде стандартты программа. Көбінесе оны ұстаздар, оқушылар пайдаланады. Қане оқушылар, барлығымыз біргелікте ойланайық. Бүгінгі сабағымыз не туралы болады екен? Компьютерде стандартты программа. Көбінесе оны ұстаздар, оқушылар пайдаланады екен. Ағылшынша жоттер деп аталады. Қане ойланамыз. Ағылшынша жоттер деп аталады. Телефон нөмірлерін, өлеңдер, анықтамалар жазамыз. Қане балалар, ойландық па? Сонымен бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы қандай екен? Қане, жарайсыңдар оқушылар. Ондай болса, жасырын карточкамызды ашатын боламыз. Міне оқушылар, блокнот. Бүгінгі біздің компьютердегі стандартты программамыз блокнот екен. Бүгінгі өтетін сабағымыз блокнот. Келесі тақырыпты ашатын боламыз. Қане мен жасырылған күндерді алу арқылы суреттерді ойлана отырып, бүгінгі келесі жаңағы сабағымыздың жалғасын ары қарай тақырыбын табатын боламыз. Сандар болады екен. Кәне оқушылар, мынандай есепшот болады екен. Көргенбіз бе біз бұны? Көргенбіз әрине есептеулер жүргізу үшін. Тағы бір нұсқа көрсетілді. Және тағы не көріп тұрсыңдар? Қане бірге ойланайық, жарайсыңдар. Екінші біздің тақырыбымыз не екен сонымен? Калькулятор екен. Бүгінгі өтетін сабағымыз блокнот және калькулятор екен. Жарайсыңдар оқушылар. Олай болса кеттік. Бүгінгі біздің негізгі бөлімдегі сабағымыз тақырыбы блокнот және калькулятор екен. Жалпы оқушылар, блокнот дегеніміз мәтінмен жұмыс жасауға арналған ең қарапайым программа. Оның ерекшелігі онда әріпті немесе абзацты пішімдеу мүмкіндігі қарастырылмаған. Блокноттың қызметі мәтіндік пішімде сақтау. Осының арқасында блокнотта сақталған файл дискіде ең аз орын алады. Блокноттың басқа мәтіндік редакторлардан артықшылығы ол өте жылдам жүктеледі. Блокнотты ашу үшін ең бірінші бастау, пуск батырмасы, барлық программалар, все программы командасы орындалады. Үшінші MBBAP стандартные, төртінші блокнот. Міне осы қадамдарды жасау арқылы біз блокнотты іске қосады екенбіз. Екінші калькулятор. Калькулятор стандарттық программа сандық ақпаратты өңдеуге арналған қосымшалардың бірі. Калькулятор программасы бірнеше режимде жұмыс істей алады. Жеңіл, оңай есептеулерді қарапайым режимде жүргізуге болады. Сандық мәндерді нумлок пернесін басып, цифрлық қосымша пернетақтадан енгізген ыңғайлы. Калькуляторды ашу үшін келесі қадамдарды орындаймыз. Бастау, пуск, барлық бағдарламалар, все программы, MBBAP,
стандартные және калькулятор. Міне осы қадамдарды орындау арқылы біз калькуляторды іске қосатын боламыз. Сонымен оқушылар, олай болса, тәжірибелік жұмыс жасайтын боламыз. Тәжірибелік жұмыс жасау үшін біз тапсырма таңдап алатын боламыз. Қазір мен мына жердегі кубикті айландырамын. Кубик айланғаннан кейін тоқтаған кездегі шыққан тапсырмаларды орындайтын боламыз. А деңгейінің тапсырмасы, яғни принтер тобы орындайды. Келесі В деңгейінің тапсырмасын монитор тобы орындайды екен. Жарайсыңдар оқушылар, олай болса іске сәт, барлығымыз осы екі тапсырманы компьютерде орындайтын боламыз. Жарайсыңдар оқушылар, олай болса сергіту сәтін орындап жіберейік оқушылар. Ал олай болса кеттік, сергіту сәтін жасайтын боламыз. Оқушылар, сергіп алдық деген ойдамын. Енді сабақты қорытындылау мақсатында я немесе жоқ деген кестені толтырамыз. Барлығымыз алдымыздағы кесте парақтағы кестені я немесе жоқ тұжырымдарын жазу арқылы орындайтын боламыз. Блокнот мәтінмен жұмыс жасауға арналған. Блокнотта сақталған файл дискіде ең көп орын алады. Калькулятор мәтіндік программа. Блокнот стандартты программа. Блокнот өте баяу жүктеледі. Қане оқушылар, өз жауаптарында ендіре ойыңдар. Жарайсыңдар оқушылар, олай болса мен қазір дұрыс нұсқасын көрсететін боламын. Блокнот мәтінмен жұмыс жасауға арналған. Иә. Блокнотта сақталған файл дискіде ең көп орын алады. Жоқ. Калькулятор мәтіндік программа. Жоқ. Блокнот стандартты программа. Иә. Блокнот өте баяу жүктеледі. Жоқ. Жарайсыңдар, барлығымыз осылай жауап бердік деген ойдамын. Келесі оқушылар тест жұмысын тапсыратын боламыз. Экранда көріп тұрғандарыңыздай барлығымыз дәптерімізге бүгінгі 6 сұрақтан тұратын тест жұмысын тапсырамыз. Мәтінмен жұмыс жасауға арналған ең қарапайым құрал. Сандық ақпаратты өңдеуге арналған қосымшалардың бірі. Жеңіл, оңай есептеулерді қай режимде жүргізуге болады? Цифрлық қосымшаны қай перненің көмегімен енгіземіз? Блокноттың басқа мәтіндік редактордан артықшылығы. Қай редакторда әріпті және абзацты пішімдеу қарастырылмаған? Қане оқушылар, барлығымыз тест жұмысын толтыратын боламыз. Олай болса, мен қазір дұрыс жауапты көрсететін боламын. Барлығымыз жауап парағына қарап, өз жұмысымызды тексеріп шығатын боламыз. Міне біздің жауап парағымыз осылай болды. Барлық жауаптарды біріктіріп сызып шыққан кезде бізде осындай төртбұрышты сызық пайда болу, төртбұрышты фигура пайда болу керек. Егер мұндай жауап сіздерде шықпай қателесетін болсаңыздар, онда сіздерде мұндай төртбұрышты фигура шықпайтын болады. Жарайсыңдар оқушылар, барлығымыз осылай дұрыс жауап бердік деген ойдамын. Сонымен бүгінгі сабаққа кері байланыс беретін боламыз. Жарайсыңдар оқушылар. Бүгінгі сабағымызды күн шуағы әдісі арқылы бағалап шығамыз. Оқушылар, сонымен үйге тапсырма 27-ші тақырыптағы блокнот және калькулятор тақырыбын оқу, түйінді жаттау, блокнот сөзіне сөз жұмбақ құрастырып келу. Күнделіктерімізге жазып аламыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.